Шам елінде біраз үйдің шамы жанып, шаттық орнаған елді мекендердің қатары 1192-ге жетіпті. Бұл жетістікте Астана процесінің үлесі бары сөзсіз. Біздің халық бейбітшілік жолындағы кез келген бастаманы қос қолдап қолдайды. Осы аптада елорда төрінде Сирия мәселесі бойынша техникалық кездесу өтті. Жиынға Ресей, Түркия және Иран елдердің сарапшылары мен Біріккен ұлттар ұйымының арнайы өкілі келіп қатысты. Естеріңізде болса, бас қалада 23-24 қаңтар күндері келіссөздер болып, Сирияда оқ атуды доғару режимін бақылаудың үш жақты механизмін енгізу туралы шешім қабылданған. Бұл жиын сол Астана процесінде қол жеткізілген келісімдерді нақтылау үшін ұйымдастырылды. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі техникалық кездесудің нәтижелі өткенін мәлімдеді. Айтуынша, тараптар талқылауға тасталған барлық мәселе бойынша келісімге келген. Участники также обсудили меры взаимного доверия. Тараптар өзара сенім шараларымен, кедергісіз гуманитарлық қолжетімділікпен қамтамасыз ету мәселесін талқылады. Делегациялар оқ атуды доғару тәртібін орындауда ықпалдастыққа дайын екендіктерін жеткізді. Қазақстан тарапына алаң ұсынғаны, бірлескен топтың отырысын ұйымдастыруға жағдай жасағаны үшін алғыс айтамыз. Астанадағы келіссөздерден кейін Сириядағы жағдай біршама өзгерді. Оппозиция өкілдері Мәскеуге келіп, бір-бірінің талаптарын тыңдап көрді. Мұның да атысты тоқтата тұруға ықпалы болатыны анық. Егер елдегі бүгінгі тыныштық неғұрлым ұзаққа созылса, соғұрлым бейбіт келісімге келу мүмкіндік артады. Сондықтан техникалық келісімнің де маңызы орасан. Сирия келіссөздерін сәтті ұйымдастырған Қазақстан студенттер арасындағы спорттық сайыстың да сән салтанатын жарастырып, жақсы өткізді. Жасыратыны жоқ, әу бастақ ойындар артық шығын деп секемденгендер болды. Жоғары деңгейде өткізе аламыз ба деп күдік білдіргендер де табылды. Бірақ талпыныс жасаған қазақ елі бұл байрақты шараны да әдеттегідей дос сүйініп, дұшпан күйінетінде етіп өткізді.